Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге печенье тюльпан жасап көрсетемін. Өте дәмді печенье, түрі де әдемі. Қонақ келгенде дастарханға салуға да болады. Күнделікті шайға пісіріп жесе де болады. Мен бүгін ішіне қара өрікті жемге өткізіп блендерден ішіне салып пісірдім. Қазір қалай пісіргенімді толық рецептін айтып көрсететін боламын. Достар, егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма кіріп, көріп, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, өте оңай, бір жасағаннан шығатын дәмді печенье. Бірінші ең алдымен мен қара өріктің вареньесінің осындай қою бөліп алып, блендерден өткізіп, мыжғылап, жем помидор жасап алам. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша творог жасаңыздар болады. Абрикос или алма, помидор жасаса да болады. Маған керек заттар бірінші жұмыртқа, май, сары май, менде шекер және өткізіп алған помидор различный керек. Бірінші 150 грамм шекерім сап алдым, 2 жарылған жұмыртқаны салдым, оның үстіне 2 қаймақ, 3 ас қасық қаймақ салдым. Май менде 200 грамм. Алдын ала 2 минут өткізген ұнды разрыхлымен бірге араластырып, жайлап салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырдың жұмсақтығы осындай болу керек. Қамырымыз неғұрлым жұмсақ болса, печеньеміз соғұрлым жұмсақ, әдемі көтерілетін болады. Мен сразу жайып істей берем. Немесе 5-10 минутқа тұрсып қойсаңыздар болады. Жай ғана екен, осындай стаканчик бокалдардың көмегімен дөңгелектеп ойып аламыз тестамызды. Менде бұл жерде сол жасаған қамырымнан 2 зола шықты. 2 золаны да осылай дөңгелектеп ойып алатын боламыз. Айнасында артық жерлерін жинап, қайтадан илеп жіберіп, қайтадан домалақтап өстіп кесіп алуға болады. Домалағымызды осылай бір шетінен бір бұрышынан осылай кесеміз. Печеньемізге жемді салып, түйу үшін осылай кесіп, ішіне бір шайный ложка салып, төменгі жағын осылай қысамыз қолдың көмегімен. Сөйтіп осылай орап, қысқан жағын астына қаратып, осылай табамызға қоятын боламыз. Тағы да бір рет көрсетемін. Осылай өте оңай. Тек помидор шығып кететін жерін ғана қысса болады, қалған жерін жабудың да қажеті жоқ. Осылай бәрін қойып шыққаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, оның үстіне аздаған мак септім мен. Сеппесе де болады. Табамызға бәрін қойып алғаннан кейін 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей пісті біздің печенье. Есі деген керемет, түрі де әдемі. Піскен печеньемізді осылай тәрлікемізге салып аламыз. Шайға өте дәмді керемет печенье. Шайларыңыз дәмді болсын. Достар, жасап көріңіздер.